балаларға арналған Білімпаз Кезет аудио кітапханасы. Тасбақалар шежіресі. Әңгіме авторы Сейітқұл Оспанов. Бекет қозы-лақтарын қырға қарай айдап жіберді де, күндегі әдеті бойынша тасбақа іздеуге кірісті. Әуелі алысқа ұзамай бір орнында тұрып, айналаға көз тастады. Оңға қарады, солға қарады. Көзіне қыбырлап бара жатқан тасбақа көріне қоймады. Кенет қарсы алдындағы 20 қадамдай жердегі бір түп дәу баялыштың бұтақтары сытыр-сытыр қозғалғанын байқап қалды. Тегін емес, демек түбінде бірдеңе жүр. Қоян ба? Кірпі ме? Бәлкім тырбаңдаған тасбақа шығар. Бекет көп бас қатырмады. Дереу жүгіріп баялышқа жетіп барды. Айтқаны айдай келді. Шынында да тасбақа екен. Баялыштың түбінен тырбаңдап сыртқа жылжып келеді. Тасбақа қарсы алдындағы Бекетті көрді де кілт тоқтады. Бірақ артына бұрылып шегіншектеп қаша жөнелмеді. Әдетте тасбақалар адамның қарасын көрсе сескеніп, ұзын шандыр мойнын жиырып ішіне тығып алушы еді. Бұл өйтпеді. Қайта керісінше тарғыл тас сауытының астынан әжім-әжім шимай басын сыртқа бір қарыстай сорайта шығарып, бір түрлі дымқыл дана жылтыраған қарашықсыз моншақтай екі көзін Бекетке шаншып тұрып алды. Сосын ұйқысы келгенде еснеп, аузын барынша кере ашты. Міне қызық, әлдекім жарқыратып шам жаққандай тасбақаның ту көмейіне дейін сап-сары алтын сәулеге шомылды. Тілінің астынан түймедей сап-сары жапырақ жалт-жұлт етті. Алтын шөп, Мәриям шөп. Тасбақаның көмейін сәулеге көміп тұрған сол. Бекеттің есі кетті. Таптым, таптым, деді апалақтап аузына жөнді сөз түспей. Сәл аялдаса, Мәриям шөптен мәңгі айырылып қалатындай асығыс-үсігіс етпеттеп тасбақаның үстіне құлады. Мұп-мұздай тасбақаны тас қып бауырына қысты. Бірақ неге екені белгісіз, бір кезде өзінің бірте-бірте көкке көтеріліп бара жатқанын сезді. Бұл не пәле? Енді бір сәтте қол-аяғы ауада дәрменсіз тырбаңдап, тоңқалақ асып тасбақаның алдына топ етіп құлап түсті. Абырой болғанда жер майда шеге құм еді. Денесі пәлендей ауырған жоқ. Тек жамбасы ғана сәл-пәл сырқырады. Дегенмен тура кішігірім сарайдың үстінен құлағандай болды. Бекет өз көзіне өзі сенбеді. Әлгіндегі тостағандай тасбақа әлдекім ішіне жел үрлеп жатқандай өсіп барады, үлкейіп барады. Бір кезде қалың баялы шапырылып тасбақаның аяғының астында қалды. Тасбақаның таудай денесі күннің көзіне көлегейледі. Аяқтары бөренедей, көзі сапар кеседей, тас сауыты алып шатыр тәрізді. Бұрын соңды мұндай нәрсе көрсе, кәне, Бекеттің зәресі ұшты. Көз алды бұлдырап, басы зыңылдады. «Көке!» деп шыңғыра айғайлады. Қолынан келген бар қайраны. Тажалдан құтылмақ оймен жалма-жан қаша жөнелмекші болып еді, бірақ буын-буыны дірілдеп, тұла бойынан әл кетіп, аяғы былсылқ етіп икемге келмеді. Шарасыз күйде құмның үстінде қозғалақтап отырды да қойды. Кенет тасбақа гүрілдеп сөйлеп қоя берді. «Қорықпа, балақай!» Бекет таңғала қорқып кетті. Тасбақа адам тілінде сөйлейді деп кім ойлаған? Бірақ кеудесіндегі үрейі аз-маз сейілейін деді. «Атың кім сенің?» «Менің бе? Менің?» Бекет бірден атын есіне түсіре алмады. Қиын бір жұмбақтың шешімін іздегендей біраз басын қатырды. «Атым? Я, Бекет екен ғой, Бекет!» «Дұрыс, сонша не болды өз атыңды ұмытып? Ал мен 200 жыл жасаған дана тасбақамын. Міне өзің де көріп тұрған шығарсың. Мен 200 есе өстім. Таудай болып тұрмын. Біздің жаратылысымыз осындай». «Көріп тұрмын. Сонда қалай тасбақалардың бәрі 200 жыл жасай ма?»
Жоқ, сирек. Біздің жауларымыз көп. Жыртқыш аңдар секілді адамдар бар. Олар бізге табиғат берген қуанышымыздың қызығын оңайлықпен көрсете қоймайды. Ал бірақ аман есен 200 жыл жасаған тасбақалар дана тасбақа атанады. Олар ештеңеден де, ешкімнен де қорықпайды. Бүкіл ғаламның тілі мен сырын біледі. Бақытты өмір сүреді. Жауларына кездессе, денесі 100 есе үлкейіп, таудай тасбақаға айналады. Ендеше неге бәрің таудай болып жүрмейсіздер? Ешкім жандарыңа жолай алмаста еді ғой. Олай етуімізге болмайды. Онда жер бетін тек тасбақалар ғана жайлар еді. Басқа жан-жануарлардың да тіршілік етуі керек емес пе? Олардың ырзық несібесін тартып алуға ешқандай құқымыз жоқ. Біз бәріміз таудай болып жүрсек, бір күнде бір көлдің суын ішер едік. Бір күнде 1000-даған аң-құсты азық етер едік. Ормандарды отап, жердің тоз-тозын шығарар едік. Оның несі қызық? Тасбақа емес, жалмауыз атанар едік. Күллі жан-жануарлар мен құстардың, өсімдіктердің көз жасы мен қарғысын арқалар едік. Жоқ, бізге ол қажет емес. Сондықтан да біз тостағандай болып жүреміз. Тас сауытымыз біздің тар аш көздігімізді, зұлымдығымызды тас қып ұстап тұрады. Тас сауыт осы үшін де керек. Түсіндің бе? Түсіндім. Жарайды ендеше. Балақай, айтпақшы, әлгінде Баялыштың түбінен мені көргенде неге есің кетіп қуандың? Тіліңіздің астынан Мәриям шөпті көрдім. Оның неге қажеті бар саған? Керек, атам айтқан, ол қасиетті шөп, алтын шөп. Оған ие болған адамның ойлаған бар арманы орындалады. Солай ма? Мә ендеше. Тасбақа ала шұбар алдыңғы аяғымен тілінің астынан алақандай Мәриям шөпті алып, әлгінде түймеде еді. Ол да үлкейіп кетіпті. Бекетке ұсынды. Бекет қолын созды. Асықпа, алтын шөп ешқайда қашпайды. Әуелі қандай арманың бар? Соны айт. Бекет қапелімде сасып қалды. Не дерін білмеді. Тілі шықпаған балаша түсініксіз бірдеңе деп бұлдырлады. Қаттырақ, анығырақ айт, естімей тұрмын. Қап, алтын шөпті дәл бұлай оңай табам деп ойлап па? Құр елес, қиял деп жүрсе. Әйтпесе, армандарын тізіп жазып қояр еді ғой. Әшейінде арманы, қиялы көп сияқты болатын. Енді қырсықты қара. Біреуі аузына түссе кәне. Бәрібір бірдеңе деу керек. Мұндай бақытты сәт екінші рет қайталанбайды. Бекет қатты састы. Кластағы ең озат оқушы болғым келеді. Осы да сөз бекен? Бұл алтын шөпсіз ақ өзіңнің де қолыңнан келеді. Сабақты жақсы оқы. Көңіліңе тоқи біл оқығаныңды. Мақсатың орындалады. Маған басқа, үлкен нәрсе айт. Бекет тасбақа Мәриям шөпті бермей қояды екен деп қатты қорықты. Есіне велосипеді жоқ екені түсті. Әдемі қызыл велосипедім болса, бұл да үлкен арман емес. Тағы не? Енді не деу керек? Ауылдағы балалардың бәрін жеңетін етсеңіз. Шынықсаң, күрестің әдіс тәсілдерін үйренсең, онсыз да күшті боласың. Тасбақа қолындағы Мәриям шөпті қайтадан тілінің астына апарып салды. Жоқ, балақай, көңілімнен шықпадың. Армандарың ұсақ түйек екен. Оларға бола алтын шөпті қор қылуға болмайды. Мен сенен үлкен мақсат, үлкен талап күтіп едім. Бірақ үлкен арманың болса да, саған бұл қасиетті шөпті бермесем. Неге? Сол, себебі сенің жаның таза емес. Мейірімсізсің. Неге олай дейсіз? Мен баламын ғой. Ал бала пәк, адал, кіршіксіз таза болуы керек. Мен не жамандық істедім? Не жамандық істедім дейсің бе? Онда тыңда, айтайын. Өткенде сонау жылқы қорадан бір дорба торғайдың жұмыртқасын жинап алып, бұлақтың басында пыршылдатып жарған кім? Ту, қайдан біліп қойған? Дана десе дана екен. Естімейтіні, білмейтіні жоқ. Рас, осыдан 3 күн бұрын
Ерқанат екеуі түстен кейін ауылдан 2 шақырым жердегі жылқы қораға барып, қызық үшін қораның қуыс қолтығындағы торғайлардың ұясының астан кестенін шығарып, ішіндегі бармақтай жұмыртқаларды түгел сыпырып сыйырып алып, бір дорбаға толтырып ауылға қайтқан еді. Сонда соңдарынан бір шөкім бұлт құсап, зарлана шырылдап, 100 шақты торғай ерді де отырды. Бәлкім олар балалар жұмыртқаларды қайтадан ұяларына барып салар деп ойлаған шығар. Бекет пен Ерқанат өйтпеді. Бұлақтың басына кеп, мақтаныш қып, бір дорба жұмыртқаны балаларға көрсетті. Ұяларын бұт шытқып, бекүнә жұдырықтай торғайлардың жұмыртқаларын тонап әкелгені құдды ерлік санағандай. Содан жұрттың көзіне көрсетіп, жұмыртқаларды тасқа ұрып, пырш-пырш жарды. Кейбіреулерінің ішінен қызыл шақа балапандар көрінді. Бекет не деп жауап берерін білмеді. Мен ойнап дейді ғой, сөзінің тұрын. Дана Тасбақа қатты ашуланды. Сонда саған бейкүнә торғайлардың өмірі, тіршілігі, ойын, ермек болғаны ма? Жоқ, балақай, бұл ісің олар үшін зұлымдық, жауыздық болып саналады. Сен өзі қызыл кітап дегеннің не екенін білесің бе? Білем. Білсең, онда бұлай деп жазылған. 1600 жылдан бері жер бетіндегі аңдар мен құстардың 150 түрі жоғалған. Табиғаттың мұндай орайға ұшырауына негізінен адамдардың ойсыздығы, зұлымдығы себепші болған. Қазір Магиканның соңғы тұяқтары іспетті. Қызыл кітапта аңдар мен құстардың 600 түрі есепте тұр. Адамдар, жан-жануарлар түгілі өз тұқымдарының да тамырына балта шауып жатыр. Басқыншылардың, жаулап алушылардың қырғынынан оңтүстік Америкада бір үнді тайпасы тұтастай жоғалған. Қазір олардың бір кезде жер бетінде өмір сүргенін, сол ен далада ағаштан ағашқа ұшып қонып жүрген бір тоты құстан ғана білуге болады. Тоты құс сол тайпаның түсініксіз тілінде бірдеңелерді айтып жүреді. Міне солай. Сенің бірнеше күннен бері Тасбақаның Мәриям шөбін іздеп жүргеніңді мен де жақсы білемін. Талай Тасбақаны шалқасынан аударып, қаңсытып далаға тастап кеттің. Жазығы не олардың? Аузында Мәриям шөп болмағаны ма? Мәриям шөп деген не өзі? Өздеріңнің жалқаулықтарың мен талапсыздықтарыңның орнын алтын шөппен толтырғыларың келе ме? Бұл болмайды. Адам жер бетіндегі ең ақылды тіршілік иесі. Оған мұндай дәрменсіздік жараспайды. Осыны неге ұғынбайсыңдар? Жер бетіне тіршілік атаулыға қамқор бола алмайды екенсіңдер онда. Адам деген аттан бас тартыңдар. Табиғат басқаша шешім қабылдайды. Мен қартайған шағымда жанымды бағып, 7 қат жердің астында жатыр едім. Кеше сен отқа тастаған Тасбақаның шырқыраған үнін естігенімде сай сүйегім сырқырап, сосын амалсыз жер бетіне шықтым. Бұл қандай зұлым екен, бет жүзін көрейін деп ойладым. Міне, көріп тұрмын. Бармақтай ғана бала екенсің. Сенің алтын шөпке ие болуға ешқандай хақың жоқ. Тасбақалар шежіресінде бұлай деп жазылған. Жамандық пен жақсылыққа жетуге болмайды. Түсіндің бе? Түсіндім. Ендеше ешқандай әуре болма. Келген ізіңмен үйіңе қайт. Бұл сөзімді өзің секілді достарыңа дайт. Жарайды. Қош бол. Қош болыңыз. Сол ақ екен. Көзді ашып жұмғанша Дана Тасбақа бірте-бірте кішірейіп, әдепкі тостағандай қалпына келіп, құмды бұрқылдата аспанға атып, жердің астына кіріп кетті. Бекет өң мен түстің арасында мең-зең боп отырды да қойды.